Сәлем, ағылшын тілін үйренушілер. Алдарыңызда көрсетілген бұл кесте осы уақытқа дейін өткізген сабақтарымның сол сабақтарда айтып кеткен болатын. Жалпы ең соңында бір кесте құрастырылып шығарылады деп, сол мына алдарыңызда кестені сызып қойдым. Яғни бұл жердегі ортасындағы present simple, төмендегі past simple, жоғарыдағы бұл future simple. Үш жақтың сұрағы, утверждениесі және отрицаниясы, яғни сұрақ плюс минусы және үш жақ кеше, бүгін, ертең барлығы осы кестеде берілген. Осы кесте арқылы жаттап, осы кесте арқылы жаттығуға болады. Бұл жерде қазір төлев етістігін алдық, яғни өмір сүру етістігін алдық. Бұл жерде басқа да етістіктерді қойып жаттықтыра беруге болады. Мысалға, бұл ортасындағы present simple. I live, you live, we live, he lives, she lives, it lives. Сол сияқты соның минусы I don't live, you don't live, he doesn't live, she doesn't live. Міне сұрағы do I live, do we live, do they live, does he live, does she live. Осылай кете береді. Енді төмендегі бұл past simple. Past simple. Ортасындағы плюсы I lived, мен өмір сүрдім, you lived, we lived, they lived. Сол сияқты минусы, яғни отрицаниясы I didn't live, мен өмір сүрген жоқпын, you didn't live, they didn't live, she didn't live. Енді сұрағы, мен өмір сүрдім бе? Did I live, did we live, did they live, did she live. Бұл осы үшеуі past simple. Енді жоғарыдағы future simple. Мен өмір сүремін бе? Мен өмір сүремін. I will live, you will live, they will live. Сол сияқты бұның отрицаниясы I will not live, you will not live, we will not live, they will not live, he will not live, she will not live. Енді бұның сұрағы will I live, will you live, will they live, will she live. Осылай кете береді. Сіздерге қазір көрсеткен просто мысал ретінде айтып кеттім, бірақ каждый сөзді, каждый орындаушыны орнына қойып, жаңа етістіктермен қойып жаттығатын болсаңыздар, тілдеріңіз жаттығып, уже ағылшын тілін емін-еркін сөйлеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Сол үшін тұрмай, жаттай беру керек. Кеше айтқан примерно 100-150 етістікті каждыйын осыған салып, каждыйын жаттайтын болсаңыздар, сіздер любой носительмен, любой ағылшынша білетін адаммен жайлап ағылшынша сөйлей беруге болады. Так что жатпай тұрмай осыны жаттаңыздар.